Ано үш емес, оның полноценный сериалы бар, білесіздер ма? Аты «Добро пожаловать в Дерри». В общем, Пеннивайздың қалай пайда болған деген бүкіл историясын айтып береді. Анодағы 2 бөлімге просмотрды ұрып көйтіп тастадыңыздар ғой мә. Қатты ұнап жатыр екен сіздерге. Сәлемсіздер, мен Диана Кю, көп сөйлей бермей жалғастырайық онда. Сонша ұзақ сериалды сіздерге бір видеода айтып беремін. Если что, қазірден лайк басып қоя беріңіздер. Оқиға 1960 жылдардан Дерри қаласында басталады. Мэтти деген примерно 12 жасар бала соска сорып, кино көріп отыр. Баланың алдында отырған әйел «Әй, сормашы соскаңды» деп ұрсып береді. Бір уақытта бала ұсталып қалып, қашып кетеді. Сөйтсе, почти күнде киноға ақша төлемей, тегін кіріп кете берген екен. Қашып кетіп, көшеде күн суықта соскасын сорып, өзі жүріп бара жатып, машина ұстауға тырысады. Біразы балаға қарамай өтіп кетеді да, бірақ мына машина тоқтайды. «Ойбу, жаным-ау, сенде бәрі жақсы ма? Кел, отыр». Алдында отырған 2 қабат әйел «Жаураған шығарсың» деп оған одеял береді. «Адресіңді айт, үйге апарып тастайық» десе, бала «Любой жерге бара беремін, үйге бармасам болды» деп айтады. Мақұл деп оларды әкете береді баланы. Бір уақытта қасында отырған қыз ыдыстан қан ба бірдеңеге қолын тығып, оны иіскеп, еще баланың бетіне саусақтарын сұға бастайды. Тағы бір уақытта бәрі өздері күле береді. Жаңа басқа жаққа кетеміз деп еді ғой, сөйтсе қайтып келеді ғой қалаға. Бала «Әй, біз басқа қалаға бара жатыр едік қой, неге қайтып келдік?» десе, еркек оны тыңдамай қайта музыканы қатты қойып, бала есікті ашайын десе жабық тұр. Бәрінің түрі біртүрлі болып кетіп, бірдеңелі сандырақтап кетеді. Рөлді ұстайым деп байқамай 2 қабат әйелдің ішінен бір ұрып алса бола ма? Сөйтіп ол сразу туып бастайды. И в итоге бала емес, бір монстр туыла ма, бірдеңе. Сразу атылып кетіп, тура балаға қарай шабуыл жасайды да, машинадан баланың соскасы атылып кетіп, канализацияға ағып кетеді. Арадан 4 ай өтеді. Мына баланың аты Фил, ал бұл Лили. Мектептегі шкафын ашып қалса, ішінен огурцы, банка құлап кетеді. Бізге көрсетіп тұр да, бұл қызды басқалар буллит етеді, мазақтайды деп ше. Жаңағы бала екеуі Мэттидің жоғалып кеткеніне уже 4 ай болды. Полиция оны әлі таппады. Точно бұл жерде бірдеңе таза емес деп екеуі спорласа бастайды. Қыз болса үйінде отырып раковинада жоғалған Мэттидің даусын ести бастайды. Бала өлең айтып жатыр екен. Қыз жылап жіберіп, «Қайдасың? Қайда жоғалып кеттің? Қайтып келші» дей бастайды. Тура сол кезде басқа дыбыс шығып, «Мен оны қайттан жібермеймін» дейді да, тесіктен қан саусақ шығады. Қыз қатты шошып кетеді. Қыз ана 2 досты шақырып алып, раковинаның тесігінен Мэттидің даусын естіді. «Біз бірдеңе қылмасақ болмайды» дейді. Бірақ 2 жігіт те оған сенбейді. Сөйтіп қыз кетіп қалады. Мына бала, яғни Тейди ғой аты. Үйде кітап оқып отырғанда қасындағы лампа өшіп қалады. Жігіт оны қайттан қосады, бірақ қайттан өшіп қалады. Тағы қосады, тағы өшіп, тағы қосқаны сол еді. Лампада біреудің әбіржіп кеткен түрі пайда болады. Лампа өзі қимылдап оны қорқыта бастайды. Әні енді тағы да 3 жиналып, саған сендігені не істейміз деп ойлана бастайды. Сөйтіп бәрі кітапханаға барып ізденіп, соңғы рет Мэттидің кинотеатрда болғанын біліп алады. Бәрі қосылып киноға барып, дәл Мэтти көрген киноны көреді. Басында бәрі жақсы еді, бірақ тура экранда Мэтти пайда болса бола ма? Қолында еще монстр бөпесі бар. Балалар «Сен қайдасың?» деп сөйлесе бастайды. Алайда Мэтти «Маған керек кезде сендер қасымда болмадыңдар, тастап кеттіңдер» деп ашуланып жатқанда, қолындағы бөпе бірден экраннан атылып шығып, бәріне шабуыл жасайды. Сөйтіп барлық балалар жоғалып кетеді. Ал енді басқа балаға келейік. Аты Уилл. Кинотеатрда тек қыздар ғана қашып үлгерген екен. Уиллды де класстастары мазақтап жүреді екен. Столын қозғалтып жіберіп ше. Қыз түнде ұйықтап жатқанда қасына кімнің келгенін қарасаңыздаршы. Сол Ано ғой, әрдеңенің кейпінде жүрген. Ал мына қыз болса супермаркетте жүргенде огурцы банкалардан папасының түрі пайда болады. Жынданып банканы лақтырып еді, и басқа банкалар да өзімен өзі құлай бастап, қыз тайып құлап түседі. Кейін қасына ана монстр жақындап келе жатқанда көзін қатты жұмып, кейін қайттан ашса, жан-жағында адамдар оған қарап таңғалып тұр екен. Сөйтіп қызды мамасы психбольницаға жатқызып тастайды. Бірақ біраз уақыттан кейін қыз шығып кетеді. Балалар бәрі қосылып, Аноны шақыру үшін ритуал жасаймыз деп шешеді. Ол
келсе оны фотоға түсіріп басқаларға дәлелдейміз деп жоспарлайды. Мазаратта отыр ғой, еще ары отырып бері отырып ақыры қолдарынан келмей бәрі қайтып кетеді. Бірақ великпен қайтып жатқанда ғана келеді ғой ше әртүрлі призрактар пайда болып, қыз фотоға түсірем дегенде камера жерге түсіп кетеді. Уилл деген жігітше жаңа айтқан жерден камераны алған кезде оның алдында да монстр пайда болып оны фотоға түсіріп алады. Алдын ол достары айтса сенбей жүреді. Ешқандай жоқ деп ше. Үйге келіп фотоларды тексеріп жатса, шынымен де жаңағы құбыжықтар түсіп қалған екен фотоға. Ертесіне полицияға барып, міне біз балаларды ұрлап жүрген монстрды фотоға түсірдік деп барса, уже суреттерде құбыжықтар жоқ болып кетіпті. Тек бір фотода ғана шетінде көзі жанып тұрған біреудің бейнесі қалып қойған. Бұл әшейін мүсіннің фотосы, сендер соны құбыжық деп тұрсыңдар ма? Бұндай кетісте бәрің психбольницаға жатасыңдар, құрыңдар деп офицер оларды қуып жібереді. Бір күні Уилл папасымен балық аулауға келеді. Папасы кәскелем деп кеткенде, бала балық жақындап келе жатқанын көреді. Бұл қандай балық деп жақындап қалғаны сол еді. Судан біреудің қолы шығып баланы өзіне тарта бастайды. Папасының түрінде судың астында сен жанып өлесің деп айтады. Папасы баласының айқайлаған дыбысын естіп, жүгіріп келсе, баласының қолы қатты қызарып қалған екен. Ал ана жақта қып-қызыл шардың ұшып жүргенін көріп қалады. Менің таңғалғаным, полиция офицерлердің бәрі жайлы жақсы біледі екен. Оның әр 27 жыл сайын келіп балаларды ұрлап жейтінін де біледі екен. Биыл тура оның қайтып келетін жылы. Кейін ол тағы 27 жылға ұйқыға кетеді. Ол кетпей жатып оны ұстау керек. Мәу деп жатыр әйтеуір. Бір күні түнде болса, дәл жаңағы папасы мен баласы, папа мен терезеден біреудің тұрғанын көрдім деп айқайлайды. Ал папасы барып көрсе, бірақ уже ешкім жоқ болып тұр еді. Сәл уақыттан соң папасы тағы да қызыл шарды көреді. Енді вообще қызық болайын деп тұр. Бұрын дәл осы Дерри қаласында ол кезде ауыл болған ғой, аспаннан метеорит құлапты. Сол метеориттің ішінен құбыжық шыққан екен. Кім ол? Әрине біздің Пеннивайзымыз. Басында адамдар оны Пеннивайз емес, Галло деп атаған екен. Мыңдаған жылдар бойы тоқтамай жануарлар мен адамдарға шабуыл жасап оларды жеп келіпті. Бір күні бір адам судың астынан сол бұрын құлаған метеоритті тауып алады ғой. Сөйтсе ол метеорит емес, отырған түрме болған екен. Космоста ұшып жатып байқамай жерге түскенде клетка сынып ашылып кеткен. Сол кездегі Индияның адамдары бүйтеді ғой. Қолдарына метеориттің бірнеше бөлігін алып, қару жасап, аноны орманнан шығармай қояды. Адамдар өздері беймарал жүре береді, ал болса орманнан шықпай жүреді да. Бірақ мысалы ауылға қыдырып келген адамдарға орманға кірме десе де, олар тыңдамай кіріп, кейін анауға ұсталып қалып жүрген екен. Ал болса адамдар одан қорықса болды, содан күш алады екен ғой. Содан күштерек бола түседі. Ауылдағы адамдар басқаларды қорқытқан сайын күшті бола түседі. Ол жақында шығады орманнан деп айта бастайды. Бір күні 3 қыз қосылып, біз алдыңғыдан да мықты қару жасаймыз, оны өлтіреміз деп орманға қарай кіріп кетеді. Кіргені сол еді, әркімнің образында келе беріп оларды қорқыта береді ғой. Бірақ соған қарамай шынымен де метеориттің біраз бөлігін тауып, оны орманның сыртына домалақ қылып әр жеріне көміп қойып еді. Шынымен де енді бұдан былай орманнан вообще шығамайтындай болып қалады. Қазір онда неге орманнан шығып әркімге тиісіп жүр десеңіздер, өйткені метеориттен жасалған типа түрме алдыңғы орында, яғни жерге көмілген жерінде жоқ екен. Олар барлығы мына үйдің ішінде екен. Бір күні балалар тағы да не істейміз деп осы жерге жиналып отырса, үйшіктен дыбыстар шыға бастайды ғой. Жақындап барып қараса, ішінде басында жоғалып кеткен соска сорып жүретін бала бар емес па? Сол отырған болып шықты. Не болды саған? Қайда болдың десе, ананың қасында болдым, ол канализацияда өмір сүреді екен. Қалай қашып кеттің десе, тек түнде ғана шығады, ал күндіз ұйықтайды. Мен күндіз қашып кеттім деп айтады. Сөйтіп барлығы қосылып алып, ақыры канализацияға барады. Барса, судан алдын жоғалған балалардың өлі денесін көріп қалады. Олардың арасында соска сорғыш баланың өзі де бар еді. Сонда мынау бала өтірік деген сөзді ше, трубаны айналып анауға айнала салады да, балалар шыңғырып қашады. Қыздың бір өзі қалғанда оған келеді да, досыңның өлгеніне сен кінәлісің, сен әкелдің оларды мұнда деп қыздың әкесінің кейпіне еніп, кейін жеймін деп тез келіп жатқаны сол еді, бірақ бірден тоқтап қалады. Өйткені судың астында метеориттен жасалған пышақ жатыр екен. Қыз қолына алған еді, қорқып қашып кетеді. Сөйтіп оны қыз достарына да көрсетеді. Міне қараңдар, осы пышақтан қорқып кетті. Давайте қайттан канализацияға барып оны өлтірейік осы пышақпен дейді. Бірақ балалар қорқып бәрі тарап кетеді. Бұрынғы заманға оралайық сіздермен. Балалардың арасында Пеннивайз деген өте атақты клоун болған екен. Балаларды ойнатып сахнада
қойылым қойған. Ол Ано емес, кәдімгі адам. Алайда нағыз Аноның өзі, яғни оның шын аты ол кезде Галу болған. Балалардың ана клоунды қалай қатты жақсы көретінін, қызыл шарлармен қалай ойнап жатқанын көріп қызығып қарап тұрады. Міне сол клоунның нағыз түрі, кәдімгі қызы бар бір еркек, әйелі қайтыс болған екен. Сол байғұс бір өзі қызын Пеннивайз клоун болып асырап жүр. Бір күні Ано кішкентай баланың кейпінде келіп, маған көмектес, мамамды жоғалтып алдым дейді да, еркекті орманға қарай әкетіп қалады да, и все, еркек сол күйі жоғалып кетеді. Ал қызы болса бейшара сол күйі папасын таппай қалып қояды ғой. И Аноны менің папам деп ойлап жүр екен. Міне сол қыз бен Ано екеуі жолықты. Папа деп тұрғанда тура көзінің алдында қасындағы еркекті жеп қояды. Бірақ соңында да қыз папа сені сағындым деп тұр. Ано оны алдап құшақтап, мен енді ұйықтауым керек, 27 жылдан соң қайттан келе мақұл ма десе, қызы жоқ кетпеші деп тұрып алады да, Ано оған жаман көздермен қарап тұрады. Міне сол кезде қыз түсінеді ғой, Аноның оның папасы емес екен, просто соның кейпіне кіріп алған. Сөйтіп менің папам қайда деп сұрайды. Ано сенің папаң менің ішімде деп айтады. Жеп қойғанда ше. Сөйтіп аузын ашып қызды гипноздап қояды. Негізі біліп жүріңіздер, Аноның түрі шынайы бұндай емес, просто өзі ұнатып қалып клоунның бейнесінде жүреді. Ал оның шынайы түрі осы. Анау 3 түрлі жарықтары в общем. Военныйлар метеориттің тапқан бөлігін Аноға қарсы қолданудың орнына лаваға салып жағып жоқ қылып жібереді. И Ано ұйықтап жатқан жерінен тағы да оянып кетеді ғой ше. Ал бүкіл ауылды тұман басты. Мектептің директоры бүкіл балаларға актовый залға келіңдер дейді. Сөйтсе сол директор емес, Аноның өзі екен. Өзінің авторский биін билейді да, и балалардың бәрі қашамыз деп жатқанда барлығын бірдей гипноздап қояды ғой. Сөйтіп сол бүкіл балалардың бәрі жоғалып кетті деп қағазда жазылып тұрады. Сөйтіп қалған балалар қосылып, соңғы қалған метеориттің пышағымен Аноға барады. Барса аспанда біраз адам ұшып тұр екен. Ананың ішінен Ано шығады ғой. Сөйтіп пышақты оған сұққан кезде Ано қорқып қашып кетеді. Алайда алыста тұрып ақ шабуыл жасай береді екен. Қызды жақыннан өлтірейін деп тұрғанда аузын ашқанда Ано қатып тұрып қалады. Аспанда ұшып тұрған балалардың бәрі жерге түсіп өздеріне келеді. Біраз уақыттан соң Ано өзіне келеді да тұрған еркекті, яғни қасында тұрған еркекті жеп қояды. Алайда балалар соңғы пышақты ағаштың ішіне тығып үлгереді да, и Ано өзінің шынайы болмысында, яғни жарық болып 27 жылға тағы да ұйқыға кетеді. Осыдан кейін пайда болған кезі оның осы еді. Яғни ана сары киімдегі кішкентай баланы өлтіріп ше, яғни Аноның бірінші бөлімі. Вот, көрдіңіздер ма? Аноның нағыз түрі клоун емес, негізі әшейін 3 түрлі космостан келген жарық екен. Бірақ әркімнің кейпіне ене береді, бұрынғы шаққа да бара алады, болашаққа да бара алады. В общем, сондай ғой. Бірақ екінші бөлімде Аноның қалай өлгенін біз бәріміз көрдік, дұрыс па? Шынымды айтайын, маған осы кино қатты ұнайды ше. Күшті ойластырылған ғой. Я просто в восторге. Лайк басамыз, комментарий жазамыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.